Нашар ханымдар мен мырзалар, сіздер КТК арнасынан базар жоқ алаңын көріп отырсыздар. Біз сайысымызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, құрметті достар, біздің сайысқа қатысушы үміткерлерімізге қолдауларыңызды білдіріп, шапалақ ұрып отырыңыздар. Сонымен біздің сайысқа қатысатын өнерпаздарымызға төрелік ететін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Әнші, актриса, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері Ай музыкалық театр орталығының директоры Айгүл Иманбаева. Тұрақты қазылар алқасының мүшесі Нұркен Өтеуілов. Базар жоқ алаңы жобасының продюсері, жоба жетекшісі Әзілкеш Тұрсынбек Қабатов. Сонымен, құрметті достар, сіздердің құрмет, қошемет, шапалақтарыңызбен ең алғаш болып сайысымызды бастайтын Орал қаласынан келіп отырған Базаров Тілек. Шапалақтарыңыз! Ал енді, құрметті ағайындар, менің түрім осындай томбақ қаламын. Уызына жарыған баламын. Дрожжын көп салған ғой маған. Томбақ қаламын сондай. Негізі, семіз жігіт симпатичный болады дейді ғой. Жаңғақтан жасалған тәтті тоқаш секілдімін мен. Енді әңгімеге көшейік, құрметті ағайындар. Мынау жалпы мен Оралдың баласымын. Енді Оралда біздер класста оқығанда 10 бала оқыдық. Оныңыздың ішінде бір Жаңабай деген досым болатын мен. Арамнан қыл өтпейтін досым кәдімгі. Көзі былай болатын. Ана көзіне қарап Жаңабайдан әйелі, мен Жаңабайдан ажырасам, мен Жаңабайдан ажырасам дейді күнде. Мен етам айналайын, Жаңабайдан ажырасып қайтесің сен. Басқа біреуді Көнебайына дейсің Жаңабайдан ажырасып деп сөйтейм. Содан да шап Жаңабаймен жүріп жүрші деп сөйтейм жаңа. Мен енді айтпаған құрметті ағайындар, мен енді Оралдың баласам, біздің Оралдан шыққан әртіс болсын, әзілкеш болсын, мақты әншіміз Ғарифолла Құрманғалиев атамыз болсын, бәрі де көзбен істейді жұмысты. Көзбен. Енді әзіл болсын айтайын енді. Бірінде Тұрсынбек ағамызбен аэропортта енді баяғы бұл кісі енді үлкен кісі жаңа қолын алайын деп ауылда жүрген бала біздер енді тізе мынандай жаңа шығып кеткен шалбардың тізесі. Барып алдына барып амандасайын деп баратсам жаңағы бір 60 метр жерге қалдым енді. Баратсам Тұрсынбек ағамыз тұр. Жаңағы жігіттермен тұр, Қайрат ағамыз тұр, Аманғали тұр, жаңағы бәрі тұр, осылай жиналып тұр. Аналарға жаңағы келесі Ақтауда болатын концертімізді осылай істейміз деп сабақ беріп жатқан сияқты жаңағы. Ана кісінің түрін көрсеңіздер. Енді деп әтіленді. Барып, ассаламағалейкум ағатай деп қолын алғам ағамның. Ассаламағалейкум дегем. Уалейкум салам деді. Мен тұрында, қалайсыз дедім. Жақсы деді. Сосын, өзің қалайсың? Жақсы. Сөйтіп енді қоштасып кеттік. Енді мысалға, мына біз қазақ халқы енді өлгенін жырмен жоқтап, тіріс сөзге тоқтаған елдің баласымыз ғой. Мына Ғарифолла Құрманғалиев атамыз мына барша Қытайдың қыз-келіншектерін бір ағанымен таңғалдырды. Ана әнді айтқан кезде Қытайдың қыз-келіншектері Ғарекеңнің көзіне қарай алмаған тіпті. Сол әнді орындап берейін, құрметті ағайындар. Астымда мінген аттым кинадушка, шабамын көңіл ашып неймін ұшқау, не стоит жить етуге насып етқау, азырақ ойнап көргенмей наладушка. Сұлғияй, ұрғияй, қатидай, сәғидай, гүлзирай, нәзирай, мәрзияй, мәрияй, нағимай, бәтимай, әшекей қыз, айжанай, бәлекей қыз, балжанай, шашпаулы қызы сәлима, еркелеткен қайса, толық соған мәрусау, қайда кет таурайса, әлі білу айрай. Ақшам көп, бір мәшине алайым ба, бірақ гаилер толып жүр маңайымда. Көз туралы әзілімді тарту еттім, төрт көзі түгел тұрған ағайынға. Тілек, әзілдеріңде
байланыс жоқ біріншіден. Екіншіден, Ғарифолла ағамызды білмейтін қазақ жоқ қой. Бұл кісі тек қана әнші емес, актер. Кинода ойнады. Ол кісінің эмоциясы, ол кісінің энергиясы. Өлең айтқан кезде осындай аудитория орындарынан тұрып кетуі мүмкін. Мен ойлап едім, жаңа сен домбыраны алып сол кісіні айтқан кезде бір үміт беретін шығар деп ойладым. Жалпы дайындалу керек. Рахмет. Неғып жүрсің деп айтайын деп Жоқ, тілекте ең бастысы, Нұркен, жалпы өнерге деген, оның ішінде әзілге деген өзінің бір қабілетінің бар екенін байқалып, білініп тұр. Сезіледі. Бұл жерде ойнаудың қажеті жоқ. Бұл жерде өмір сүру керек. Тілек, жалпы негіз сен әзіл жанрына, сен фактураң, образың барлығы келіп тұр. Сахнада тұрысың, күлкің, сөйлеуің, бірақ кішкене сөйлеген кезде халыққа қарап, кішкене сен мына жаққа қарап тұрсың, жаңағы бір оң қанатқа қарай. Сосын жаңа домбырамен орындаған кезде сен Ғарифолла ағамызды орындап жатсың, мысалы, өте жақсы. Сен сол домбыраңмен шығып, домбыраңмен сол Ғарифолла ағамыз бар, тағы да қасына қосып, тағы салатын адамдарың бар ма? Сол әңгімені сол арада өрбітіп, кезінде мен осы заманда өмір сүрген болсам, шіркінай, сол кісілердің қасында жүрсем ғой, сол уақытта бір түс көрдің бәлде, Ғарифолла ағамыз тұрып бүйтіп ән салып берді. Сөйтіп отырған кезінде кім домбыраны алып, ол бидеді, үйдеген кезде сөйдеді, сөйтіп бар мен ояндым, сөйтсем мен базар жоқ алаңда екем деп. Ем болмағанда осылай бір құрастырғаныңда, бұл жақсы бір тамаша әзіл болар еді. Кішкене ізденіс жетпейді өтім сол. Ізденіс кішкене жамалда болды. Сәл бірақ енді қалай айтуға жаңағы ізденіп кейін келесі жылда сағынбау керек адам, енді өнер деген нәрсе кемеде. Базар жоқ алаңында басым көпшілігі жеке орындаушылар болса, қазір ортаға екі жігітті шақырғым келіп отыр. Дайыр мен Елдос Колобок. Тарас! Қайырлы кеш достар, мінеке біздің де бағымызды сынайтын сәт келді. Қазіргі заманда Қазақстанның кейбір азаматтары шет мемлекеттерге көшіп кетуді армандайды. Біз Дайыр екеуміз өзіміздің фантазия бойынша Қазақстан мен шет мемлекеттердің айырмашылығын көрсетеміз. Әрине сіздердің қошеметтеріңізбен. Кеттік. Шетелде Қытайда киім шығарады, Жапонияда техника шығарады, Ресейде қару жарақ шығарады, Германияда машина шығарады. Ал Қазақстанда Қызылорда күріш шығарады, Қарағанды көмір шығарады, Батыста мұнай шығарады, Таразда жәрің шығарады, ал Шымкентте бәрін шығарады. Германияда ең мықты, білімді, дарынды дәрігерлер кез келген ауруыңды емдейді, денсаулығыңды жақсартады. Ал Қазақстанда ең мықты, білімді, дарынды дәрігерлер Германияда, сонда бар емдеңдер. Шетелде Happy Day санаторийі $2000 бересіз, сізді емдейді, киіндіреді, шешіндіреді, жуындырады, сізге тамақ береді. Жалпы айтқан кезде естен кетпес 10 күндік санаторий. Ал Қазақстанда жетсайға барасың, қалаған ұнатқан қызға $1000 қалмағын бересің, ол сені киіндіреді, шешіндіреді, жуындырады, тамағыңды береді, саған қарайды, былайша айтқанда өмір бақи санаторий. Шетелде футбол, баскетбол, волейбол, теннис, ит жарыс, ат жарыс, бой без правил. Ал Қазақстанда Олимп. Шетелде қызды киноға шақырасын, гүл сыйлайсың, кафеге алып барасын, ресторанға алып барасын, бағалы заттары бересің, үйіне шығарып салсаң, сен джентльменсің. Ал Қазақстанда қызды киноға шақырасын, сосын ресторанға алып барасын, сосын гүл беріп, бағалы сыйлықтар жасайсың, үйіне шығарып салсаң, сен подкаблук. Шетелде бір жыл тоқтамай жұмыс жасасаң, астына мықты машина, 2 қабатты үй алып, миллион тауып, бала-шағаға мұрагерлікке қалдырасың. Ал Қазақстанда бір жыл терлеп жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Қалаған банкке барасың, кредитіңді аласың, қалаған ұнатқан машинаңды, үйіңді аласың, ал бала-шағаға мұрагерлікке кредит қалдырасың. Ресейде Comedy Club, Қазақстанда базар жоқ. Ресейде Comedy Woman, ал Қазақстанда базар жоқ. Ресейде Comedy Battle, Қазақстанда базар жоқ. Ресейде Убойная лига, смех без правил, убойной ночи, стендап. Бауырым, базар жоқ. Болды.
Рахмет. Дайыр мен Елдос Колобокқа қошеметтеріңіз. Дайыр Елдос, бір сөзбен айтайын, базар жоқ. Рахмет. Алдыңында бір үш жігіт шықты ғой осында. Екеуіңнің біреуін ғана орындауға болады бұл номерді. Соны ойланыңдаршы. Жоқ, екі жігіттің де көрініп тұр, КВН-да ойнағандары, ойнап жүргендері сахнаға жалпы төселген, көрерменнің қошаметіне бөлініп, шапалақты сезініп, рахатқа бөленіп жүрген балалар екен білініп тұр бірден. Осы КВН-нің стилі, бірақ қазіргі таңдағы әзіл сахнасындағы дәл бұрынғы біздің жаңағы ойындарымызға қарағанда, осы ойын, КВН-нің стиліндегі ойын қазіргі көрерменге көбірек өтеді, келісу керек. Сондықтан, браво, жігіттер. Рахмет. Келесі үміткерімізді қарсаңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш қаласы, Тасимов Үсен. Алло. Ау. Я. А? Сет ұстамай тұр сіздерде, сет жоқ. Келдім. Я, келдім. Жарайды, жақсы, келдім, жақсы. Ассалаумағалейкум. Ауылдан келгем ғой. Ауылдағылар звондап. Қалай жеттің деп жатыр. Жалпы ауылдан келдім. Кеше келдім. Қорқып келіп жатырмын Алматыға. Енді бірінші келгенім ғой енді. Алматыға келдім, Алтынордан түстім. Қорқып тұрмын, біреу келіп тиесем екен. Жоқ, әркім өз жұмысымен қарап атқан жоқ сен. Адам елеп атқан жоқ. Кірет, шығат, өтет. Бірақ бір таңғалғаным, қаланың жастары шамалы ұятсыздау екен. Қаланы бір күн қыдырдым ғой енді. Паркке барып отырсаң, үлкен адам өтіп атырау, ата өтіп атырау, апа өтіп атыр демейді екен да, қыздар мен жігіттер құшақтасып, жабысып отыра береді. Сүйісіп отыра береді. Ойбай, метроға мінді, метро, жыр болды ғой, бізге хит болды ғой метро ауылда жүрген кезде. Жастарың жабысып отыр. Аялдамаңда сол. Автобустың ішінде сол. Қыздар мен жігіттер. Ол іштен емес, жағамды ұстадым шіркін. Тоба. Мектепте кішкентай қыздар жігіттер қол ұстасып жабысып жүр. Енді біз ауылдан келгелі бізге ерсіз да, сіздер үйреніп қалған шығарсыздар енді күнді көріп. Мен өзім таңғалдым. Мына өзім әкем айтады, біз жалпы 20 ғасырдың жастарымыз. Біздің кезде жастар ондай емес, заман талабы басқа бізде. Өйткені біз қыздарға ойымызды айта алмай кеткенбіз дейді. Сосын 21 ғасыр келді, заман өзгере бастады. Жастар, жігіттер қыздарға ойын емін еркін айтатын болды дейді. Ал біз сол 20 ғасырдың соңы мен 21 ғасырдың басындағы жастарымызда не туда, не суда оқығанбыз. Ортасында қалып кеткенбіз. Соған қарамай, мына бізде ауылдың жастарында ұят күшті. Өйткені ауылда қыз бен жігітті ауылдың жеңгешкалары көрсе, спутник антеллары көрсе, бүйтіп айтады. Әй, Қатира, мында кел, бол. Анау кетіп баратқан кім ей? Күнге көзім шағылып көрінбей жатыр. Кім анау? Десе Қатирда келіп, о, сорлы, әпәңген әлет. Әй, анау Зүбәйраның кенже қызы ғой? Зүбәйраның кенже қызы ма? Тоба, жүрісін қара. Ананың басын айландырып аған. Киініп аған киімін қара. Құлағы қалқиып, шаш жараспайды. Жапсырып апты. Шешесі білдей тігін қананың бастығы. Ананың басын айландырып аған. Тәрбие бермеген ғой? Тоба. Қыз асырап атырым. Тоба. Тіл көзін тасқа. Тоба. Ал, ойбай. Анау кім қасындағы? О, сорлы. Жетісіпті. Анау, кім еді? Аты тілімнің ұшында тұр. Анау мектептің жанындағы қызыл жүгілей бар. Аты кім еді? Атың өшір айдал. Кім еді? Мақтан жыртылып өткенде авария болған. Қалмақан, со Қалмақанның кенже баласы. Онда жетіспе кеу. Тең тауыпты. Қалмақанда балаға қайт бір жарды тәрбие береді екенсің дейді. Көрдіңіздер ма? Ауылда сондай әңгіме.
Ауылда пәленше, түгенше демейді. Ауылда пәленшенің баласы, түгеншенің қызы дейді. Сондықтан да біз әкешеміздің атына кір келтірмейік деп тығылып кездесеміз. Құрметті жастар, достар, айтайын дегенім, мынау әке, ана деген қасиетті сөзге тақ келтірмейік. Рахмет. Енді мына жерде мен шынымды айтсам, сенің осы әзілінің ішінде мағынасы жақсы. Қаланың жастарының кез келген жерде құшақтасып сүйісіп отырады. Ауылдың жастары жаңағыдай сөзден, өсектен ұяламыз, көзден ұяламыз деген секілді айтар ойың бар да, бірақ соны кішкене әзілмен жеткізе алмадың. Рахмет. Бір шеберлік жетпеді. Мүмкін шынымен осы алаңға келердің алдында қанша дегенмен бір кәсіби мамандардан енді қиқыл жұтып неше түрлі өзінің бір кілтін табуға болар еді да, айтар ой бар, жалпы монолог бар, әдемі жазылған, бірақ сол ойналынбады. Сенің энергетикаң жетпеді бізге. Армысыз? Базар жоқ алаңының көрермендері. Сіз біздің сайысымызға еліміздің түпкір-түпкірінен өнерпаздар келіп қатысады. Әртүрлі мамандық иелері. Ал мен ортаға шақырайын деп тұрған жігіт үлкен сахнада жүрген. Әртүрлі бағдарламаларды жүргізіп жүрген Азамат Мадығұл. Музыка. Кешарық жанымдар мен мырзалар. Менің атым Дмитрий Нағиев. Бұл Қазақстан дауысы, бастаймыз. Біздің әділ қазылар, таныс болыңыздар. Әнші Медеу Үрінбаев. Медеу, брат, сұрағым бар. Насвай бар ма? Ассаламағалейкум достар. Дима, мен сен сұраққа басқаша жауап берейін. Әуендетіп. Бәрі есімде, темекі тартып жүрген кезімде. Темекі пива бәрі қалды, 30 теңге қалды, бір насвайға жетеді. Рахмет, Медеу. Біз жалғастырамыз. КТК арнасы, базар жоқ, сахнада біздің әділ қазалар. Мәдина Адвокатова. Әнші Алмас Кішкентаев. Және де Нұрлан Албан. Нұрлан, руын сұрамай қояйын, тупой сұрақ. Басқа сұрақ қояйын. Нұрлан. Ачкин, надо. Бермейм осындай әшки, тек менде және де Қайрат Нұртаста. Жалғастырамыз кезекті сайыскер, сахнада Қайрат Түнтеков. Қарсы алыңыздар. Лақ дауысты Қайрат Түнтеков. Көрінбей кеттің, көп болдым, баршамызға мен шок болдым. Бір келіншекке қарыз боп, тығылып жүрмін, ятым жоқ. Рахмет, Қайрат, біз жалғастырамыз. Что-то не смешно, Нагиев қартайып кетті ғой. Әлде голосқа кету керек па маған? Достар, осымен жоба аяқталды. Менің есімім Дмитрий Нағиев. Дмитрий Нағиев, насвай жоқ, значит, Нағиев базар жоқ. Мынау, көп адам ойлайды пародия десе, ол міндетті түрде даусын тура бір один в один даусын ғана салуым керек деп. Ол даусында емес, жалпы пародия деген өнердің өзі бір дәнегінде ғой, оның актерлық дәнегінде де соның кілтін таппайды, бәрі дауыс арқылы іздейді.
содан қиналып жатады. Одан кейін сен өзің әлде толқып тұрсың ба, әлде піспеген дүние ма, жалпы материалыңды мен түсіне алмадым. Бірақ сені дәл осы алаңда көргеніме өз басым қуаныштымын. Азамат, мен де шынымды айтсам, осы жобада көріп отырғаныма өте қуаныштымын сені. Бұл жеңіп көр бағдарламасын Мен де. тұрақты көрерменмін өз басым. Сондықтан да мен саған айтарым, базар жоқ, алаң жеңіп көр. Кішкене піспегені болмаса, бірақ айтар ойың негізі бар. Рахмет. Жалпы өзіңнің бағдарламаңды тамаша жүргізесің сен. Керісінше осы хабарға қатысып отырғандар сені салу керек сияқты. Сенің жүргізген стиліңді. Талантты жігітсің ғой. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Азаматқа қошеметтеріңіз. Жалпы әділ қазылардың айтқандарымен келісесің бе? Жалпы, жек өз досымен айтайын, жалпы достар, әрине келісем, бәрі дұрыс айтты. Өйткені олар шеберлер, олар профессионалдар, және де айтқан ақылына мен келісем, және де болашақта бір сабақ алып, кішкене өзгеріп, өз-өзімді дамимын деп солай ниеттеніп отырмын. Келесі шығатын үміткерімізге қошеметтеріңіз. Жамбыл облысы, Мерке ауданы. Жұмабеков Самат. Ай, шырақтарым. Ай, шырақтарым. Жақсыңдар ғой, айналайын. Құдай, ай, шаршап келдім ау. Ай, жарығым. Ай, жаным, түріңнен айналайын. Көзіңнен айналдым, жыпылық еттім. Ай, жаным, ай, түріңнен. Ай, жаным, ай, кәмпит жейсің ба? Кәмпит жейсің ба, шырағым? Ой, балалардың түймет екен ғой, үйде жүйне балған. Құдай, ай. Айнан, айналайын. Қордайдың қызы ғой, жарығым. Ой, жаным, ай, келін болып жүретін, ене болдың ба ендігі? Ай, жарағым, ризамын. Ай, жаңағы, мұны жерген не үшін келіп отыр дейтін шығарсыңдар. Ана өткенде, ай, Тұрсынбек, саған құлат сөй деп кептің мен. Жаңағы шименің қақта. Қырғылдақ қояқты, кішкене бейтеді. Ай, қашанғы жалғыз өз жүре береді, кішкене екі жарты бір бүтін боп дегендей. Шал деген жақсы, шал деген витамин қой деп айтып еді. Сол кішкене шал болады. Кішкене тұмаурап қаптым. Аяқ қолым бәрді отырайыншы. Бұна аяқтың да, қолдың да, бұна көздің де сұрок өдісі өтпеттен құрсын. Жалғыз ғана мұна жүректің сұрок өдісі өтпей атыр. Жаңағы шымендеріңді беріңдер маған, шырағым. Не сұрасам да берейін, анасыды, ақсыды дейсіңдер ма? Біздің еді тарар жақта, сендердің орал жақтарында қандай екен білмеймін. Біздің тарар жақта жақсылап тұрып береміз еді, қалың балды айналайын. Әрі қарантты береміз. Ой, оның көйін мұна қалаларыңа келдім. Оның көйін жаңағы автобустарыңа отырдым. Автобустарыңа отырсам, кіріп бардым, ай, шырағым, қызмай орын берші дедім. Сөйтем жаңағы ренжейді маған. Сөйтем тұқымың өсір бала екен. Китайский қорадың бас құсатып, шашым екі жағын алып тастаған, құлағында сырғасы бар құрсын. Біздің ауылдан сиыр жоғалып кетпесін деп сырға тағамыз, басқасына сырғаны салмаймыз, құрып кетсін. Тура сол сияқты. Онан кейін қыз бен жігіт бір-бірімен жабысып тұр. Бір-бірінің өңешімен тілінің қоса суырып алайын деп тұрғандай. Үлкен боп мен ұялдым, шырақтарым. Айналайын қазақтың жастары, шырақтарым. Ертеңгі мынау біз кетсек, артымызды басатын сендерсіңдер, шырағым, айналайын. Мынау Тұрсынбегіме риза болып отырмын, жарығым. Аман бол, шырағым. Осы қазақтың жастары өніп өстіңдер, менен ризадан болмайды. Сендер жақсы болсаңдар, өлсем де ризамын. Жақсы, рахмет, айналайын. Жұмабеков Самат. Ай, балам. Ай, шырағым. Көргенің өтсін, көріп атырым, жақсы ойнайсың. Аумин. Актив өтсін. Аумин. Иә. Образдан шығасыз ба, көке? Шығайын ба? Шықсаңшы, шамалы, пікірлерін тыңдайық. Шықсам, шығайын. Шығын.
Самат, жалпы мен ойланып отырмын да, енді образ, шалдың образын алып шықтың. Түсінбей қалдым, жай келдің, ары қаратай жоқ. Сенің жай ғана шал ғана қалды, айтатын ойың, сенің алып жүрген линияң жоғалды да кетті. Жалпы шал жоғалды сахнадан. Сондай бір ой болу керек еді, болмаса сондай бір айтатын үлкен ой бар шалдың образына келу керек еді. Сондай бір қызық болар еді. Сол жетпеді маған. Сендер мына жерге шыққан кезде ойларыңды шашыратып алып жатсыңдар. Сен құда түстің ба жаңағы Ерболаттың кемпіріне? Соны алу керек еді. Шал болып келсең, сол екеуінің арасындағы әңгімені алу керек еді. Представляем Смағұл Айнұр. Айнұр. Сәлеметсіздер ма? Жақсы ма? Жақсы. Айнұр, бізде қайда жұмыс істейсің? Астана қаласы 2-ші қалалық ауруханада мейірбике болып жұмыс істеймін. Медбике? Да. Айнұр, сен өзің солай сөйлейсің бе әлде образдасың ба? Солай сөйлеймін ғой енді, не істеймін енді? Үйрендім. Кішкентай кезімнен бала болған кезімнен солай сөйлеймін ғой енді. Өзім осы Монғолиядан келгенде, Қазақстанға келгенде қуаныштымын ғой. Содан басымнан өмірімде бір күн өтті. Сіз кәдімгі Монғолиядан келгенде через Шымкент айналып келген жоқсыз ба сөйлегеніңіз? Бір күні мен білмеймін, кетіп бара жаттым да, бір күн басым деген ауырып кетті. Білмеймін, аяғым деген айналып кетті ғой, білмеймін. Одан бір заманда жүрегім түк дейді да. Одан бір заманда мені жедел жәрдем келіп алып кетті. Мәссаған, ішінде отырған ылғи орыстар. Орысша түк білмеймін ғой, түк білмеймін. Енді не істеймін енді? Бір заманда бір дейді, фигурасы 90-60-90, шашы деген сап-сар, көзі мысықтың көзіндей ғой. Маған бір дейді, у тебя что беспокоит дейді. Бір заманда мен, ойбай, бісміллә, мұны неміне қандай тілмен айтып тұр деп түк түсінмен. Одан мен бір заманда тұрдым да, у меня голова тошнит, ноги кружит, сердце горит дедім ғой. Осымен осы Қазақстанға келгенімнен өте қуаныштымын, өз өнерімді көрсетуге, барша халықтарға жалынды сәлем. Сіз Айнұр, осы ауруханада айғайлап жүретін адамсыз ау деп Сенің жалпы энергияң жақсы екен еді. Айнұр, жалғастырса Айгүл. Кім Айнұр? Айнұр, сен жалпы бар ғой, базар жоқтың театрына, базар жоқтың алаңында дәл осы сен сияқты бір қыз керек ау деген ой келді маған, Тұрсынбек. Мен саған қызыққаным, саған риза болғаным, өз-өзіңе күле алатын адам екенсің. Кей кезде күлкі болады, қарап отырып, рахаттанып күлесің өнеріне, шарасыздықтан күлесің, ұялғаннан күлесің кей кезде. Күлкілердің неше түрі болады. Әзілмен де емдеуге болады адамды. Өзің мейірбике екенсің, шынымен жаңа Айгүл айтып отыр ғой, көңілің ашық жарқын, бірақ сахна ойыншық емес. Мен сіздерге айтамын. Рахмет. Қарсаңыздар, енді оңтүстік Қазақстанға оралайық. Сарыағаш ауданы. Байжұматов Әли, сіздердің алдарыңызда. Қайырлы кеш, достар! Рахмет. Мен жалпы қыздар дипломға теңеймін. Неге? Өйткені қыздың да артынан жүгіресің, дипломның да артынан жүгіресің. Шығындаласың, сүрінесің, құлайсың, әйтеуір біреуіне жетесің, біреуінде аласың. Дипломның да түрлері көп. Көгі бар, қызылы бар, оқып алғаны бар, оқымай алғаны бар, ата-ананың айтуымен алғаны бар, таныс арқылы келгені бар. Енді көп енді айта берсең. Мынау енді тағдырың бір дипломды оқып алған соң, соған байланған соң, оны қарайсың, ішін ашып, шаңын сүртесің, аялайсың. Бір 2 жыл. 2 жылдан соң оның да қызығы кете бастайды екен жаймен.
сосын бір басқа дипломдарға көзің түседі. Сол кезде ойланасың, неге кезінде басқа диплом алмадым екен деп. Бір университеттің дипломдарына қызыға бастайсың уже жаймен. Мынау енді мына қарап отырсаң рахат. Бір ағаларымыз бар, бір басында 3 диплом, еще военный билеттері бар ғой шегені. Бір ағаларымыз бар, кәдімгідей керемет. Bir дипломды алып алды да, еще біреуін сырттай оқып жүретін ағаларымыз бар кәдімгідей. Еще бір ағаларымыз бар, кәдімгі көк дипломын алып қызылға тапсырып қоятындар бар кәдімгідей. Керемет енді, рахат енді, қызығасың да қарап. Бірақ енді қазір бізде керемет бағдарлама бар, дипломмен ауылға деген. Менің де бір ағам ауылдағы қаладан диплом алып келді. Шіркін енді, айта алмаймын енді, ананың бір қаладан келген кезде бар ғой, бір қып-қызыл, әп-әдемі кәдімгідей күшті болатын бір. Соныңда бір 2 жылдан соң жаймен бағалар бетіне шыға бастады. Біз жаймен көгере бастады, жаймен. Бір енді, оны кейде әшім күнге шығарып кептіріп алатын. Содан соң бір 5 жыл өткен соң, анау бір нағыз бір көкбет диплом болды ғана бір. Нағыз бір көкбет диплом болды. Мынау енді сондықтан қазіргі менің айтқым келіп тұрғаны, қазіргі жастарға, білім іздеп жүрген жастар, алар дипломнан қателеспейік. Қазақта кереметтей сөз бар, өзбек байса үй салады, қазақ байса диплом алады дейді. Бастарыңызға қонған бақтарыңыз бір дипломды бағалай біліңіздер. Қысқана нұсқа дипломмен әдемі байланыстырған әзілін бірақ үзіліп қалды. Қысқа, өте қысқа. Кішкене қомақты болса жақсы болатын еді. Тілек қой алдағы. Әли, Нұркен дұрыс айтады. Сен шыққан бетте әңгімеңді қыздың артынан жүгірумен, дипломның артынан жүгіруден бастадың да, дипломмен тоқтадың да қалдың. Әрі қаратай қызбенен жалғастыру керек, болмаса екеуін де ұштастыру керек еді. Саған сондай бірден әңгімең бітпей қалды. Айтар ой бар, әдемі басталды. Ойбай, шықтау Әли деп бәріміз мәз болып етіп үзіліп қалды кішкене. Әли, сахнаға шыққан кезде мына фактураң барлығы бір әдемі екен. Бұл жалпы әртіс адамға сол жақсы жарасады. Бірақ Нұркен мен Айгүлдің айтып отырғанда қосылам, кішкене қысқа болып қалды, байқадың ба? Бірақ алдағы уақытта келесі айналымға өтіп кетіп жатсаң, әзілдерің толығырақ көреміз деген ойдамын. Рахмет. Рахмет достар, Әлиге шапалақтарыңыз. Дәл осындай көңіл күймен Алматы облысы Талғар қаласының тұрғыны Кәрімов Нұрболды қарсы алыңыздар. Нұрбол! Авторы Қарамырзаев Бақытбек. Өзбек пен қазақ. Бір күні қазақ өзбек бұлай деді. Өзі өзбек болсын, бар әлемді кезбек болсын. Тұрақтай алмай өз елінде келді бір күн Қазақстанға. Қазақ өзбек тым қатты, дауыспен бұлай тым қатты. Сен өзі қазақпысың? Қазақпын. Тәуелсіз ел азатпысың? Азатпын. Ашып айтсақ тұрысың, осы қай жүрісің? Мұңайын көп, бензинің қымбат. Діндерің көп, секталарын қаптап. Құрмет демей үлкенді салт дәстүрден аттап. Ал біз өзбектер тапқанымыз ақша, есіктің алды бақша. Ақша табу білгенім, сайран салып жүргенім. Ей, өзбек, деді қазақ. Ашып айтсақ тұрысың, осы қай жүрісің? Ақша десе ұшасың, стройка десе қонасың, қаңғырған өзбексің. Ұшарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салған өзбексің. Ал қазақтар болса міне біз, күні мен түні айналамыз толған ән, абыройда, атақта, ерлікте, жеңісте, ехрода, самитта, әзілде, қалжыңда, тойда, бақытта, бәрі біздің қазақта. Қазақтың сөзі осымен бітті. Өзбек жөніне зытты. Дұрысын айтқан өзбек пе, қазақ па, оны өздерің салмақты. Мен Нұрболдың монологын тыңдап отырып, біз Нұркен екеуміз курстаспыз ғой. Нұркен, студенттік шағың, абитуриент кезің есіңе түскен жоқ па? Сенікі бір студент, абитуриенттің ойыны болып қалды. Жетпет маған. Бастар бар монолог әрине. Бірақ өз-өзіңді аша алған жоқсың. Қиындау кішкене. Рахмет. Жақсы. Бағдарламаның соңында көрерміз. Ақылдасамыз. Рахмет, Нұрболға қошеметтеріңіз достар. Талғар қаласынан келіп тұрған Алматы облысы. Енді шығысқа қарай барып қайтайық. Сіздердің алдарыңызда Семей қаласынан келіп тұрған Ғалымбеков Қуаныш.
Қапсаңыздар. Бір күні үйге келдім, жұмыстан. Әдеттегідей телевизорды қостым. Кабельный түсіріп тастаған. Енді ішім пысты. Қызық есіме түсті. Атамның көзін көрген қара магнитофон бар. 2 кассет алды. Екеуі де істемейді. Радио тыңдадым. Ол радио дұрыс істемейді. Енді магнитофон дұрыс істемегеннен кейін ол радиода 2-ақ толқынсайды, ден дұрыс. Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы. Толқындарда кейде бар, кейде жоқ. Қысқасы, сол радиода не тыңдадым, соны айтып берейін. Бүгін парламент мәжілісінің кезекті отырысында сенат төрағасы Керқұлақты Кендебай ер тұрман қару жарағын сайлап, қолына қыран бүркітін қондырып, қасына құмай тазысын және бір қатар депутаттарды ертіп Швейцарияға жол тартатынын мәлімдеді. Сондай-ақ осы отырыста сөз алған Шестірнақ, Шалмауыз кемпір, Шалғыз көзді дәу сияқты ведомстволар басшылары, ірі кәсіпкерлер шетел банкілерінде тұғылып жатқан 60 миллион доллар қаржыны Қаратаудың түбіндегі адам бара алмайтын үңгірге апартқанды дұрыс деп тапты. Ал мәжіліс төрағасының Өзбекстан газын сатып алайық деген ұсынысына Шалғыз көзді дәу бір қолына шоқпарын, бір қолына найзасын алып қарсы шықты. Дәудің сілтеген шоқпарынан қолдары сынып, бастары жараланған, беттері жара-жара. Бір топ депутаттар бұл әрекеттерді заңсыз деп тапты. Осы кезде Керқұлақты Кендебай атына қамшыны аямай басып келіп, депутаттарға ауызша түсінік берді. Бұдан соң депутаттар Атырау, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдерінің есептерін тыңдап, оларды Кендебай шоқпармен ұрып, найзамен түйреп, Тескен таудан әр асырып қайтып келді. Осы отырыстың соңын ала, жолың болмағыр Жалмауыз кемпірге зейнетақы тағайындау туралы ұсыныс қабылданды. Парламент мәжілісінде тағы бір талқыланған мәселе әйелдер мейрамы төңірегінде өтті. Қанша қаржы бөлініп, қанша сыйлық алыну керектігі дауысқа салынды. Және әлемдегі ең сұлу әйел кім деген төңіректе даулы мәселелер болып, есімі тізімдегілердің алдыңғы қатарында тұрған Шестірнақтың жүрегі жарылып өліп, қуанышында шек жоқ бір топ әйелдер байлауыштарын аспанға лақтырып, дуғыл шапалақтады. Жеті лағын үйіне тастап, ешкі жаймен кеткенде сырттан келген аш қасқырды охрана кіргізбей есік тас жауып алып, Қызыл Телпек екеуі творчестволық жұмыстарын жалғастырды. Құдайдан тілеген тілектер қабыл болып, қошқардай қос ұл тауып, қайырымдылық қорына жетімдерге бөлінген 60 мың теңгеге Қожа Насырдың есегін сатып алып, Астананың көп қабатты зөлім үйлерінде тату-тәтті өмір сүріпті. Қуаныш, мынау кей кезде қытықтап, күлдіріп жатады елдер. Мынау сенің тұрып, осындай бір әңгімең өте бір мағыналы болды маған. Маған ұнады. Содан кейін аяқталмай қалды мынау жазған дүние. Кімнің жазғаны бұл? Өзің жазғаның ба? Кеңейту керек сияқты тағы да. Тамаша ұнады маған. Рахмет. Қуаныш, енді қызық, маған да ұнады деп Нұркен айтса, мен де айтты демеш, маған да ұнады. Өзі жазған шығарау деп ойлап отырдым да, сәттілік саған. Рахмет. Қуаныш, Нұркен мен Айгүл жақсы деп айтты деп мен де қосылып отыр деме, маған да ұнады. Рахмет. Енді өзім шығарған шығармама әрине өзімнің көңілім толатындай етіп жазуға тырыстым. Сол бағаға жеттім деп ойлаймын. Аллаға шүкір, енді келесі турларда өтсек, Құдай қаласа одан да артығын жазып келейін деген. Бәрекелді. Ал енді құрметті көрермендер, мінекей біздің тағы да бір ондықтың өнерін тамашаладыңыздар. Кім өтті, кім өткен жоқ, оны қазір алқа шешетін болады. Әзірге мен бір топ өнерпаздарымызды ортаға шақырам. Келіңіздер.
Осы жолы ақылдаса отырып, тұрақты әділ қазар алқасы мүшесі Нұркен және осы алғашқы әзіл сықақшылар байқауының гран-при иегері, тамаша актриса, мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты Айгүл де өзінің пікіріне үшеуміздің ойымыз бір жерден шықты. Сондықтан да келесі айналымға жолдама алып отырған Дайыр мен Елдос. Қошеметтеріңіз Дайыр мен Елдос. Келесі жолда осындай бір әдемі әзіл алып келеді деп ойлаймыз енді. Ғалымбеков Қуаныш. Семей қаласынан келіп отырған әзіл сықақшымыз. Одан кейін кімнің келесі айналымға өтуге бағы жанып тұр екен. Осы жолы кішкене шикілеу болды. Біз тек Айгүлде, Нұркенде потенциал бар. Мүмкіндік берейік. Келесі айналымда бұл жігіттен жақсы бір әзіл шығады деген ойда отыр. Жұмабеков Самат. Жұмабеков Самат, Жамбыл облысы Меркі ауданы. Мына бір ауыр музыканы өшіруге болады. Осы жолы тек осы үшеуін ғана алып отырық десем, кейбір үміткерлердің жүрегі ауыратын шығар деп ойлаймын. Неге мен емес деп, келесі жол толығырақ айтатынына күмәнім жоқ. Байжұматов Әли. Байжұматов Әли, оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы. Тек осы жолы қазылар алқасына Айгүлді шақырғаннан кейін, Айгүлдің де біз пікірін тыңдауымыз керек. Қазылар алқасының мүшесі Айгүл. Өзінің айтары бар, ойы бар. Егер Айгүл өзінің бірдей бір театры бар, бірдей өзі тамаша актриса, әнші, бәлкім сол жігіттен болашағын күтіп тұрған шығар деп ойлаймын. Мүмкіндік берейік. Енді бұл мүмкіндікті мен сұрап алғандай болдым, осы екі жігіттен жалынып сұрап алдым. Ол келесі айналымда өзім бір жақсы жағынан, басқа қырынан ауқымдырақ көрсетеді ау деген үмітпен, бір ғана үміт мүмкіндік берейін деп, біз өзің айта өш. Базаров Тілек. Тәнете барша қалған осы келесі айналымға өтпей қалған жігіттерге және қарындасымызға үміттеріңізді үзбеңіздер. Біз айттық қой, бізде қосымша тағы 2 адамды 6-шы бағдарламада таңдап алатын боламыз. Сол кезде сіздердің аты жөндеріңіз болып қалуы мүмкін. Солай ойлайық. Рахмет сіздерге. Еліміздің әр түкпірінен келген өнерпаздарымызға қошеметтеріңіз, достар! Құрметті КТК телеарнасының Базар жоқ алаңының тұрақты көрермендері, әр жексенбі сайын бізбен бірге болыңыздар. Кімнің жеңімпаз екенін анықтайтын уақыт әлі алда. Базар жоқ КТК-да! Қайрат Байкенов және Гүлсім! Базар жоқ алаңы! Сіздермен бұл жобада Тұрсынбек пен КТК! Өнерге бар әркімнің таласы, табылыңдар базар жоқ алаңынан. Тұрсынбек Қабатовтың жобасы, талантты таныған талабынан. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, өнерлі жастар қатысқан, жас таланттар. Өмірге самға таңда жанған бағыңды, өз жолыңды таба білгім өнерден, өнерден талма жалға, арман жолыңды, арман жолыңды.
әзілдері жарасқан, жаңа жоба жайдарлы жалғасуда. Өнерлі жастарынға жол ашқан, базар жоқ КТК арнасында. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, өнерлі жастар қатысқан, жас таланттар. Өмірде самға таңда